Экономика және бизнес кафедрасының тарихи жолы 1963 жылдан басталады. Кафедрада өте жоғары білікті, білімді мамандар жұмыс жасайды. Қазіргі таңда 17 оқытушы бар, оның ішінде 3 ғылым докторы және 7 ғылым кандидаты бар. Экономика және бизнес кафедрасы 2 бағытта жұмыс жасайды. Ол бакалавриат және магистратура. Оқыту бакалавриат 4 білімдік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Ол экономика, бизнес экономикасы, қаржы ұйымының экономикасы, менеджмент және есеп және аудит мамандықтары бойынша. Қазіргі таңда магистратурада Қарағанды индустриялық университеті мен Астрахан мемлекеттік техникалық университеті арасында 2 дипломдық білім бағдарламасына қол қойылған. Бірінші жылы ол біздің түлектеріміз, магистранттарымыз университетте оқиды, екінші жылы Астраханда оқиды. Өткен аптада ғана магистранттар осы 2 дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялар қорғады. Қарағанды индустриялық университетінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы жүзеге асырылған. Бұл бағдарлама бойынша біздің студенттеріміз шетелдерде, Россияда, Польшада, Болгарияда оқуларына мүмкіндіктері бар. Біздің студенттер оқыту бағдарламасы бойынша осы университетте тек қана инновациялық технологияларды меңгеріп қана қоймай, кәсіпкерлік, тәжірибелік құзыреттілікке де ие бола алады. Экономика және бизнес кафедрасының білімдік бағдарламалары заманауи нарықтың талабына сәйкес жыл сайын өзгертіліп отырылады және кәсіптік құзыреттілікке байланысты және кәсіптік бағыттарға байланысты жаңа пәндер енгізіліп отырылады. Біздің түлектеріміз, яғни экономикалық бағыттағы мамандарымыз, экономистер, бухгалтерлер, олар тек қана банктерде қана емес, барлық кәсіпорынның салаларында және мемлекеттік мекемелерде де жұмыс жасай алады. Қарағанды индустриялық университеті өте сапалы білім береді және барлық салада олардың жұмысқа орналасуға мүмкіндіктері бар және жұмыс берушілердің біздің студенттерге деген қызығушылығы өте жоғары. Сондықтан мен қазіргі жас түлектерге айтарым, экономикалық бағыттағы мамандықты батыл таңдаңыздар, сіздер жұмыссыз қалмайсыздар. Кафедра «Экономика и бизнес» осуществляет подготовку по направлению бизнес и управление по следующим образовательным программам: экономика бизнеса и экономика финансовой организации. Целью данных образовательных программ является подготовка бакалавров в области экономики, государственных и частных финансов. А наши студенты изучают такие дисциплины, как финансы, экономика производства, экономика бизнеса, экономика труда, ценообразование, проектный менеджмент, инвестиционный менеджмент и многие другие дисциплины, которые востребованы в современной экономической и научной сфере. Кроме того, в учебные планы включены дисциплины, формирующие IT-компетенции, которые позволяют будущим выпускникам работать с большим и уметь анализировать большие базы данных. Наши выпускники могут работать в различных экономических структурах, социологических службах, органах управления и заниматься предпринимательской деятельностью. Наши выпускники очень востребованы на рынке труда и уже в процессе обучения находят себе рабочие места. Наши выпускники работают в крупных промышленных компаниях, таких как ArcelorMittal, Тимиртау, Казахмыс, на крупных предприятиях как нашей республики, так и ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, выпускники программы «Экономика финансовой организации» работают в крупных финансовых структурах, таких как Народный банк Казахстана, Жусанбанк, Каспийбанк, а также работают в финансовых службах крупных компаний и предприятий.
Бухгалтерский учет – одна из востребованных профессий в сфере экономики и финансов. На базе кафедры экономики и бизнеса Карагандинского индустриального университета производится подготовка бакалавров по образовательной программе «Бухгалтерский учет и аудит». Программа создана на основе компетентностной модели, в основе которой лежит требования рынка труда, современного рынка труда и требования работодателей. Во время обучения студенты проходят высокий уровень подготовки как в теоретическом, так и в практическом направлении по профессиональным дисциплинам, таким как анализ хозяйственной деятельности предприятия, международные стандарты финансовой отчетности, 1С бухгалтерия, международные стандарты аудита, налоговый учет и другие дисциплины. Также студенты имеют возможность развивать научно-исследовательскую деятельность. Они участвуют в различных конференциях, семинарах, выставках, конкурсах. Это все обеспечивает их конкурентоспособность в будущем. Поэтому основная цель этой образовательной программы – выпустить студентов, специалистов, которые будут высококвалифицированные и конкурентоспособны на рынке труда. И мы приглашаем всех абитуриентов, тех, кто заинтересован, кому нравится бухгалтерский учет, кому нравится экономика, кому нравится менеджмент, учиться у нас в Карагандинском индустриальном университете на кафедре экономика и бизнеса.